тур мысалға қараңыз, каскаңыз сіз банктың алдында. Бізбен келсемде ойлаған жоқпын ғой, міне. Қарапайым десем, жұрттар сенбейді ғой. Міне қарапайым ғана, кәдімгі не ол? Міне қағаз. Мысалға Бүкіл осы ұлттық құраманың міне қайда барады. Бәрін өзіңіз жазасыз. Енді кім жазады? Ешкімге толтыртпайсыз ба? Жоқ, міне пландар, жылдық пландар, бәрі осының ішінде. Айналайын. Көкем, одан қалса күнделік бар. Айналайын. Көкем-ай. Айналайын. Осы күнделікте қай боксшының қайда барды, не істедік, міне бәрі тұр осы. Таза қазақ тілінде. Таза қазақша міне. Осы әр жарыстың матчтары, әр Қазақстанның міне жастар арасында Қазақстан чемпионаты міне жартылай финал, финалының кімнің қандай дәрежеде ойнаған бәрі тұрады. Жоқ, мысалға айтасыз ғой міне. Романның қарсыласы күшті емес, раунд бойы 5 раунд бойы. Бойы 5 раунд бойы қашумен болды. Міне, не деген әңгіме? 69-да Даниярмен шыққан сияқты. Данияр таза атты. Айға. Кітапқа дайын. Дайын. Ал енді, маған беретін кітабыңызды бере беріңіз. Енді одан бөлек міне біздің осы міне жылдың қорытындысы. Жылдың қорытындысы міне кеше мен конференцияда осыны міне істеп міне жылдың не істегенін қайда бардық, қай жерде қандай орын алды міне балдардың 12 айдың ішінде 4-ке бөлген ба? Иә. Міне Азия ойындарының 6 алтын берді. Міне біздің команда 8 бала медаль алған. Жылдық 2015-тің несі. Қазақша вариант жоқ екен де бірақ. Қазақша, орысшасы бар. Міне біздің биылғы міндеттемеміз. Участвовать в чемпионате Азии. Сколько лицензий хотите завоевать? Азия емес, мир. Азия оның алдында. Все, 4 лицензии. У нас 1 лицензия есть ще? 5 болады. 5 болады, тұрсын ба? Қағаны келесі аласыз. Осындай тіршілік. Айналайын. Ал енді осы бокстың жанкүйері болып жүрген Ильяс Жолдас мырзаға Қазақстан бокс федерациясының әр 3 айда бір шығатын журналы бар, ринг деген. Осын табыс етеді, сыйға тартады. Айналайын. Міне, қабылдап алып жатыр міне. Мінекей, рахмет. Рахмет. Ал енді мына осы біздің Оңтүстік Қазақстан облысының кәдімгі өз бүкіл халық сүйіп оқитын топ жүрген журналын сізге тартып етіп отырмын. Осының қай жерін ашсаңыз сол жерде сіздің суретіңіз тұрады міне. Ашып жүрсеңіз сіздің шәкіртіңіз, ашып жүрсеңіз сіздің суретіңіз. Міне 3-ші бетін, 2-ші бетті ашсаңыз міне сіз тұрасыз. Міне өз шәкіртіңізбенен міне қандай ғанибет ей. Мына жерде сіз тұрасыз. Мен журнал шығарамын, тек сіз сала беретін болдым. Не бере болды менің өмірім. Мына жерде сіз тұрасыз міне. Атаңызға рахмет. Мына да сіз тұрасыз алдында қасқайып. Мына жерде тұрасыз мына. Бой бетті ашасыз. Әр бетте біреуі шығып тұрады. Бұл не деген бәле? Бұл не деген табынушылық бұл? Мына да тұрсын. Әр бетте, даже бір бетте 3 жерде шығасыз. Мына қараңыз, өзіңіздің төл шәкірттеріңіз. Бір бетте 3 жерде шығасыз. Бұл не деген табынушылық? Бұл не деген табынушылық жеке басқа? Мына жерде тұрсыз. Қара, әр бетте ашамыз, обязательно біреу шығасыз. Мына жерде өзің шыққызын шәкіртің шығады. Мына қара, пожалуйста. Мына шәкіртің, мына, пожалуйста, өзіңіз. Мына қараш, жас. Мына ш. Ой, не деген бақыт мынау. Ырзамысыз? Ой, мына республикалық журналдардан қалыспайды ғой. Мына енді мынау сізге. Мына дене тәрбиесі және математика оқытушысынан ғылым докторына көтерген ағамыз. Леспек Ташев. Бұл кісінің қолында өзіміз дәріс алдық қой. МКТ-да осы кісінің қолында бітіріп шықтық қой. Ода да сіз тұрасыз, обязательно 2-ші бетте. 1-ші бетте емес, 2-ші бетте тұрасыз. Назарбаевтар тұрады 1-ші бетте. Содан кейін бұл жерде сіздің обязательно суретіңіз болады. Мына қараңыз. Мына қараңыз. Қараңыз. Мен журнал шығарамын, бұл не деген табынушылық бұл. Жеке басқа табынушылық қойсақ болмай ма?
сіздің тұлғалығыңызды, қазақ елінің туын көтеріп жүрген өрлігіңізді мен жоғары қойғанымнан істеп жатқан шығармын бұны. Рахмет. Сіздермен бірге болған, Елге қызмет істей берді. сіздермен бірге болған жас жолдас, және ұлттық құраманың бас өкілі Мырзағали Құлан Атжан. Ебіліңізге жаман болыңыздар.